Сәлем достар, бүгін Каспийгодта ақшалар мен адамдардың ақшалары ауысып кетті. Сонда ақауды сендер қалай түсінесіңдер? Ақша деген не жалпы? Ақша адамға керек. Ақша ол дүкенге барғанда ақшаң жоқ болса, Каспийгодпен аудару керек. Ал сен қалай түсінесің? Ақша еңбекпен келеді. Сондықтан ақшаны көп жұмсауға болмайды. Ақшаны дұрыстап жұмсау керек. Оның қалай жұмсалғанын білмей қаласың. Жалпы түсіндіріп берші маған. Егер мен дүкенге барсам, ақшам жоқ болса, егер ештеңе ала алмай қаласың, егер ақшанда бір-бірінен ауысып кетсе, біреуіне, сосын ақша төлей алмай қаласың. Бір дүкенге барып, сол жерде егер Каспий болса, не болса, соны басып, ақша ала берсем болады өзіне. Ақшаны қалай қолдану керек? Ақшаны аз-аздан қолдану керек. Ақша еңбекпен келеді, чипсы, чупа-чуптарды көп алуға болмайды. Я достар, чипсы, чупа-чупс дегендерді алмаңдар, өйткені олар зиян. Сен қалай ақшаны жұмсар едің? Егер сенде 10 мың болса? Мысалы, маман саған 10 мың теңге берді. Сені кейін ойыншықтар дүкеніне жібергенде, анда фломастер, сондай қағаз, сондай болса, енді саған қатты ұнаған бір 100 мың тұратын ойыншықты алар мен? Жоқ, өзіме киім алатын еді. Я достар, сөйтіп ақшаны